Осындай дәмді бауырдан котлет жасаймыз. Кешкі асқа жесеңіздер де болады, пісіріп қойып таңғы асқа жесеңіздер де болады. Ол үшін бірінші бауыр жақсылап турап аламыз. Бауыр, жуа, чеснок, сәбіз барлығын салып, тұз бұрыштарын саласыздар үстіне. Одан кейін шамалы ұн саламыз, жұмыртқа саламыз міндетті түрде. Сосын ең соңында сүт құйып, барлығын осындай измельчительге салып араластырып аламыз. Бір келкі масса шығу керек бізде. Сәбізіміз әбден майдалану керек. Сол кезде бауырдың ішінде түйіршік болып тұрмайды. Осылайынан езіп алып, арасынан ашып тексеріп алсаңыздар болады. Мен видеода бір ғана жұмыртқа салыппын, негізінде 2 немесе 3 жұмыртқа салады. Сүтін қатты көп қылмаңыздар, өйткені өте сұйық болып кетуі де мүмкін. Осылайынан қызып тұрған тапамызға молырақ май құямыз. Арасында пісіріп жатқан кезде майымыз азаяды, сол кезде қайтадан үстінен май құйып тұрамыз. Осылайынан ожаумен қатты үлкен емес, шағын қылып құйып шығамыз. Осылайынан қызарған котлеттерімізді аударамыз. Үстінен шамалы құйып қалыңдау болсаңыздар да болады, бірақ ол кезде отын баяулатып, жайменеп пісіру қажет болады. Сәбіздеріміз әбден майда болу қажет. Сол кезде осылай күшті болып шығады котлеттеріміз. Екі жағында қызартып аламыз. Істеп көріңіздер міндетті түрде, ас болсын.